Махаббат деген 13-14 бөлім. Махаббат деген кәдімгідей ауру екен. Ертеңіне әдеттегідей ұйқыдан тұрдым. Бірақ қызық сезімде жүрмін. Бір жағынан қорқыныш, бір жағынан бақыттымын. Махаббат деген не деген тәтті сезім еді. Анада Айтжан 2 күннен соң келемін деген. Сағынумен сол 2 күнді әзер өткіздім. 2 күннен соң Жамал келді. Төменде Айтжандар күтіп тұр деп түсіп кетті. Асыға тез-тез киініп сыртқа шықсам, Айтжан жалғыз тұр. Жан-жағыма қарасам ешкім жоқ. Жүгіріп Айтжанды құшақтап алдым. Қатты сағыныппын. Ол да құшағына тартып, шашымнан иіскеп жатыр. Екеуміз қайта подъезге кірдік. Құшақтасып отырып әңгімелесіп отырмыз. Бір сәт бәрін ұмытып, тек бақытты махаббат әлемінде жүргендеймін. Айжан, мен қалайда саған үйленемін. Нағашымнан қалайда сені сұраймын, деді Айтжан. Әкемді айтқан сайын менде қорқыныш көбейіп, әрі Айтжанның мамасынан ұяламын. Махаббат пен қорқыныш жүрегімді ұялап, күні-түні ойлайтыным, соңы не болар екен деумен қиналып кеттім. Шешінген судан тайынбас демекші, Айтжан бұл қарым-қатынасты әпкеме айтайық, ол кісі түсінер деді. Бір күні жездем Алматыдан келді. Әпкем дәмді тамақтар істеп, бала-шағасымен жездемді күтіп жатырмыз. Есік тақылдап жездем ашты. «О, Айтжан кел, кіре ғой үйге», деген жездемнің қуанған даусы естіліп тұрды. Жүрегім зу етіп қобалжып мен отырмын. Біліп тұрмын, бүгін бар шындықты айтатынын. Жүрек құрғыр дүрсілдеуін қояр емес. Тамақтанып болған соң жездем, «Қане, жастар айналып келмейсіңдер ме?» деді. «Жоқ, әпкеме айтатын әңгімем бар» деген Айтжанға бәрі қарап қалды. Мен жалт етіп қарап едім, көзін қысып қояды. «Әпке, жеке бөлмеде сөйлессек». Әпкем мен Айтжан бөлмеге кіріп кетті. Мен не істерімді білмей отырмын. «Балдыз, сенде бар, бара ғой. Әңгімесі сен жайлы сияқты». Жездем іштей бәрін сезген екен. Қатты ұялып орнымнан тұрып кеттім. Бөлмеге ақырын барып есікті тақылдатып едім, Айтжан ашты. «Ал, айта бер», деді әпкем. Мен үнсіз басымды төмен салып тұрмын. Айтжан болса, «Әпке, мен Айжанды сүйемін. Оған үйленгім келеді» дей беріп еді. Әпкемнің түрі өзгеріп, реңі бозарып, «Қайдағын айтпа, әкем естісе, әкем өлтіреді. Айжан, мұның не? Сендер жынданғаннан саусыңдар ма?» деп даусы қатты шығып, жездем жүгіріп келді. Мен жылап жібердім. Жездем Айтжанды бөлмеден шығарып, әпкелі сіңлілі боп сөйлесіп алсын, деп есікті жауып оңаша қалдырды. «Сен қыз жынды болдың ба?» деп әпкем жұлқылап ұрып жатыр. Әпкеме жылап отырып, болған жайдың бәрін айттым. Қанша қашсам да Айтжаннан кете алмасымды, оны жақсы көретінімді айттым. «Мына дүниеде басқа жігіт құрып қалды ма?» «Неге Айтжан? Әкем мен әпкем естісе не болатынын білесің ба? Екеуінің арасы онсыз да жақсы емес», деген әпкемнің әлі де ашуы басылар емес. Жездем бөлмеге кіріп, әпкеме басу айтып, «Жарайды, көреміз бәріміз. Әкемізді, әпкемізді көндіреміз. Жастар сөйлесіп алсын», деп жездем әпкемді алып кетті. Айтжан ішке кіре салып жылап отқан мені құшақтады. «Жылама, бұл сынақтан өтеміз. Әпкемді көндірдік, енді анам мен сенің әке-шешеңді де көндіреміз», деп маған үміт сыйлады. Менде біраз күш пайда болғандай сәлде болсын еркін сезіне бастадым. Айтжанды шығарып салуға сыртқа шықтым. Қуаныштымыз, қол ұстасып төменге түстік. 2-ші этаждан жездем қарап тұр. Қолын көтеріп, «Жастар бақытты болыңдар» деп қояды. Мен ұялып, Айтжан екеуміз көшеге қарай жүріп кеттік. Өзімді енді еркін сезіне бастаған мен, «Біраз тұрайықшы», деп Айтжанға еркелеп тұрмын. «Жездем, әпкемнен ұят емес пе?» «Ешқандай ұяты жоқ», деп өзімше батылданып, неге екенін білмеймін, Айтжанды жібергім келмей құшақтап тұрмын. Айтжан да қайта-қайта маңдайымнан иіскеп сүйіп қояды. Жалғасы бар.